Құрметті Арқалық қаласының тұрғындары, 5 маусымнан бастап Арқалық қаласында жаңа білім беру орталығы ашылайын деп жатыр. Атауы Айқын білім беру орталығы. Дәл менің артымдағы ғимаратта 105 кабинетте орналасқан. Қазір барып көрейік. Кіміздер, мінекей, осы кабинетте балаларды дайындайды, мектепке дайындық, әрпәнен дайындық, математика бар, қазақ тілі бар, барлық пәндер бар. Келіп хабарласыңыздар, білікті мұғалімдер. 5 маусымнан оқу басталады, аптасына 3 рет. Келіңіздер, көріңіздер, қатысыңыздар, нәтижеге бірге жетейік. Халықаралық балалар күніне орай маусым айына арнайы жеңілдіктер бар. Сондықтан да тезірек жазылыңыздар, жеңілдікті пайдаланыңыздар. Осы жеңілдікті пайдалану арқылы балаңызды мектепте қазірден бастап дайындаңыздар. Барлық ақпаратты төмендегі номер бойынша біле аласыз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Облыс әкімі Ақсақал бір Құмар Гебайұлы, мына тікелей эфир сізге. Мына Шеген би ауылының салынып жатқан водопроводы. Осыны біз 15 жыл бойы күттік бағдарламамен. Міне қараңыз қалай салынған. Былтыр салынды декабрь айында. Суға кетті, міне суға. 4 шақырым бойы су ауылға дейін, 4 шақырым міне. Бұл нені контрольға алыңыз, контрольға. Сізге прямой обращение, эфир. Мына водозабор уже кетіп баратыр. Бұл жер бізге водопровод болмайды. Мынау аудан әкімі оларға ешқандай контроль жасамайды. Қалай болса солай, жарты миллиард ақшаны міне суға кетті. Бүкіл коррупция торғайда. Шилі бөгетіне 200 миллион ақша ол кетті суға ағып. Одан кейін центральный водопровод ол кетті. Үшінші замечание міне Шеген ауылында водопровод жарты миллиард ақша кетті. Сіз өткенде келдіңіз, бізді қабылдамадыңыз. Енді прямой эфир сізге міне Шеген ауылының жігіттері салып жатыр. Немедленно қолға алыңыз, мына водопровод міне кетті уже боковой. Бұл халыққа керек. Әкімдер олар ұстатпайды қазір. Бұларды өткізеді, қол қояды, кетеді. Біз билетін көретін халық. Осы бағдарламаны күттік біз, 20-да 50 бағдарламасы. Су керек. Су бар жерде тіршілік. Мына су әлі Ағұсқа дейін тартылмайды. Болотада тұрмын жеді, міне. Сельский әкім міне, мынанда упор қойып жатыр, упор. Ол болмайды, ол просто өз-өзін алдап жатыр. Міне қараш, местный әкім кеше келіп міне. Коррупция бүкіл торғайда. Қалай жесе де жетеді. Сондықтан немедленно тоқтатыңыз. Ақсақал мырза, жаңа Қазақстан бір өзгеріс жасаңыз. Әкімдерді ауыстырыңыз. 20 жыл болды, 10 жыл болды отырғандарына. Коррупцияға жол беріп қойды. Біз бұна ертең бейнетін көретін халық біз. Сондықтан Ақсақал мырза тікелей эфир сізге. Ағұсқа дейін құлайды мыналар түгіл. Міне болото. 4 шақырым бойы Саққозы болото. Кім проектін сізді? Сол жауап берсін. Біз сізден өзгеріс күттік, Ақсақал мырза. Өткенде келгенде бір өзгеріс бола ма деп ек. Жаңа Қазақстан болмады ештеңе. Мына Шата Сайтбекұлы 8 жыл болды отырғанына. Ешқандай ештеңе істей алмай отырмыз. Коррупцияға жол беріп қойды. Қалай шыдап отырсыз, Ақсақал мырза? Қараш, мына столбар кетті ме боковой. Енді бір айдан кейін құлайды мынау. Столбтар, мына трасса бәрі суда тұр, қараш. Суда прямо. 4 шақырым бойы суда тұр ауылға дейін. Торғайдың жанашыр жігіттері
Мына Торғайдың патриот жігіттері қараңдаршы. Мынау енді сау адамның ісі емес қой, қараңдаршы. 4 шақырым бойы ауылға су. Мен ғана водозаводдан 2 шақырым шығып кеттім. Қараңдаршы, мен трассадан қараңдар ма? Трасса кетіп жатыр. 4 шақырым бойы осылай ғой міне. Мына Торғайдың сыртта жүрген жанашыр жігіттер бірдеме айтыңдарсай. Мына біздің әкімге айтыңдар, Шота Сайтбекұлы айтыңдар. Масқара ғой мынау, енді мынау. Мына жемқорлық емес, немене мынау? 670 миллион ақшаны суға тығып жіберу деген. Бұның зардабы халыққа тиеді ғой, халыққа. Қараңдаршы, міне столбылар бәрі тұр. Суда болотада тұр. 4 шақырым бойы су ауылға, яғни ауыл анау тұр. Көріп отырсаңдар, миға сыймайтын шаруа мынау, қарасаңдар бар ғой. Адам қарны ашқан емес, ашынғаннан айтамыз. Елде азамат қалмай қалды. Бұрын 250 отбасы болған Шеген Би ауылында. Шеген Би ауылына қазір 60 үй қалдық. 60 үйге мынандай 670 миллион ақшаны игеріп су тартып атқан басшыларға білмеймін, бұларда бас бар ма, қандай немен тартқанын мен түсінбеймін. Міне қараңдар, міне первый подъем мынау. Жаңа су соратын жер анау первый подъем дейді, олар жай құдықтары қисайып жатыр ішінде. Оны тастай салды, оны ішіне апарып. Мынау бізге іс болмайды. Ауылдың құдіреті жетпейді бұған. Ертең авария, бірдеңе болса, ештеңе істей алмаймыз біз. Сондықтан көріп отқан Торғай азаматтары бірдеме қылыңдар, бізге тоқтатыңдар мынаны. Не болса анау бұрынғы водокачкамыз бар, водокачка, тұщы су, жерасты су, соны қостырыңыздар. Мына ауада кетті, суға кеткен ақша. Атсалсыңыздар, көмектесіңіздер бізге, торғайлықтар. Берік Бейсенғалиев, біздің депутатымыз қайда? Не қарап отыр ол кісі? Осы Торғай елі сайлады сол кісіні. Біздің жанашырымыз деп. Масқара ғой мына Берік. Көріп отырсаң Берік, міне қара. Суға кеткен ақша мынау. Бұл бізге іс болмайды.